Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Анаргүл Алмабекованың «Сәтсіз махаббат» атты әңгімесін тыңдай отырыңыздар. Жұмыс деп жүріп, Жадыра өзінің туған күнін ұмытып кетіпті. Есіктен сіңілісі Балым кіріп келгенде абдырап қалды. Қолында торты, гүлі бар. Ол туған күн иесі не істеп жатыр екен? Мен келдім дегенде бірақ есіне түсті. Жалпы туған күнін атап өтуді ұнатпайтын адам осындай болса керек. Несіне қуанады? Жылдар өтіп жатыр. 30-ның бесеуіне келді. Бұл болса әлі жалғыз. Тастай жұмысы бар. Алматының қақ ортасында 2 бөлмелі пәтері, астында көлігі бар, бірақ жалғыз. Тіпті жұмысындағы әріптестері де құттықтамапты. Ұмытып кеткен бе? Бауыр деген осы ғой. Сіңілісі болмаса бұл да есіне алмас еді. Үйде сопиып отырамыз ба, жүр, кафеге барайық деді Балымға. Қуана кеткен ол. Торттың жартысын кесіп алайық. Саған жасаған тағы бір тосын сыйым бар деп қылмыңдады. Тосын сыйды ұнатпаймын. Бұл саған ұнайды, мен білемін деді. Енді екеуі ғана кафеде отыр. Балым барынша көңілді. Әпкесіне әңгімелерін айтып барынша тырысып отыр. Балаларыңды кімге тастап кеттің? Үйге енем келген. Қазір Думанның жұмыстан келетін уақыты да болып қалды. Мен қайтайын. Тосын сыйың қайда? Сенің күтіп отырғаныңды білгенмін. Қазір деді де телефонын ақтара бастады. Фейсбукты ашты да әпкесіне қарап тұрып. Мен мына жерден біреуді тауып алдым, қара деді. Саған қазір аккаунтын жіберем. Міндетті түрде хабарлас деп суретті көрсетті. Елдостың суреті көзіне жарқ ете қалды. Сол баяғы қалпы өзіне күлімдеп қарап тұр. Оны қайтемін, мені керек қылады дейсің бе? Сен байқап көрсеңші, мен бақылап біраз зерттедім. Таныстардан да сұрап талдым. Ол жалғыз екен, екеуі ажырасып кетіпті. Тіпті араларында бала да жоқ екен. Мейлі, өзі іздемеген адамды қайтемін, өзім барып жабысамын ба? Сен оны әлі ұмытқан жоқсың, білемін. Ойланып көр деді де жинала бастады. Ойдың жетегінде қалған Жадыра үйіне қайтты. Студенттік күндердің қызығы бітіп, қолына дипломын алған Жадыра құрбысы екеуі бір жерге жұмысқа орналасады. Басында әрине жалақылары аз, қатардағы жай жас маман. Екеуі бірге пәтер жалдап тұратын. Гүлсезім бірде саған қалай айтарымды білмей жүрмін деп қипақтады. Айта бер, не болды сонша? Ауылдан сіңілім келейін деп жатыр. Мамам қасыңа ал, бас көз бол дейді. Биыл мектеп бітірді ғой. Келсе келсін, оны менен неге сұрап тұрсың? Саған ұнамаса, біз бөлек пәтерге шығамыз, уайымдама. Ертерек пәтер іздей берейін деді. Ол не дегенің? Қайта бірге тұрғанымыз жақсы емес пе? Келе берсін деген. Сол жылы қастарына Айгерім қосылды. Солай үшеуі тұрып жатты. Елдос бөлім бастығы келбетті жігіт. Оның өзіне көңілі бар екенін байқамайтын. Қасындағы қыздар, Жадыра осы сен әдейі істейсің, я? Өтірік байқамағандай боласың дейді. Нені байқауым керек? Ана Елдос мына жолмен 1 сағаттың ішінде 3 рет өтті. Байқамадым деші дейді. Өте жұмысы бар да. Жоқ, ол өткен сайын саған ұрланып қарап өтеді. Байқамайсың ба дегенде иығын көтерді. Енді Жадыра қызық көріп, Елдостың екі ортадан өткенін күтетін болды. Шынымен де өтіп бара жатып, өзіне ұрлана қарағанын байқады. Ұнап қалған сияқты. Осылай бірнеше күн өтті. Енді Жадыра оның ары бері жүргенін күтетін болды. Өтпей қалса елде көңілі түсіп қалатын. Сендер осылай бір-біріңе қарап жүре бересіңдер ме? Қимылдасаңдар ше, деді Гүлсезім. Қыз басымен маған не бар? Ұят емес пе? Айтып тастайын десем бастық ыңғайсыз. Өзі де бір жүрген ынжық екен. Таптым деп қуана кетті. Не болды? Ана дастанын айтамын. Не деп? Ертеңнен бастап сенің қасыңнан шықпайтын болады. Тоқта деді. Неге? Қайтеді екен көреміз. Қызғанып сенен айырылып қалатынын білсе қимылдар дейді. Бұған қарап. Қойшы соны, ол көп сөйлеп мидашты деді жақтырмай. Ашта берсін, шыдайсың. Тәжірибемізді жасап көрейік те деп мәз болды. Айтқандай келесі күні дастан Жадыраның қасынан шықпады. 2-3 күн әңгімесін айтып, даңғырлап елдің басына ұртты. Арасында қараңдар дегенде елге көрсетіп, коробкада шоколадын беріп, жұмыстан бірге шығып жүрді. Тек апта соңына ғана Елдос Жадыраның қасына келіп, үйге бірге қайтайық деп сөз бастады. Айдаладан қарап бақылап тұрған Гүлсезім, ес деп қолын көтеріп бір секірді. Екі беті дыз ете қалған Жадыра Гүлсезімге қарап күлкісін әрең тиді. Осылай Елдос екеуі бір-бірін ұнатып, қыз бен жігіт болып жүре бастады. Екеуінің сезімдері күшейіп, бұл ұжымда екеуінен бақытты жұп болмайды. Ендігі кезекте екеуі барлық жерге бірге баратын болған. Біреуі бармаса екіншісі де бармайды. Екеуі қол ұстасып жүргенде арада 2 жыл өтіп кетеді. Қайткенімен қыз емес пе? Уақыт өте бере екеуінің осылай уақыт өткізіп жүргендері ойландыра бастайды.
жақсы көретіні рас, оны күнде айтады. Сыйлығын да аямай жасап жатады, бірақ үйленейік деп ұсыныс айтпайды. Бала болашақта өздерінің отбасы туралы сөз қозғаса, әңгіме барысын басқа жаққа аударып жіберетінін байқап қалды. Онысы көңіліне күдік туғызатынын Гүлсезімге айтпақ болды. Кешкі аста бүгінгі кеште ешқайда бармайтынын үш қыз асықпай тамақ ішіп отыр. Корпоративке барасың ба? Көйлек алу керек. Өткендегі көйлегімді кие саламын. Мен олай істей алмайды екенмін деп сөзге Әйгерім араласты. Сен әлі жассың ғой, саған болады. Мейлі, жас күніңде жайнап жүрмесең қашан жүресің? Көйлектің орнына үстіме бір жылы жемпір алсам ба деп жүрмін, ертелі кеш киетін. Осы сендер жігітті не үшін ұстайсыңдар? Қалталарын қақпайсыңдар ма? Ыңғайсыз екен өз әрең жүргенде, қашып кетер деп күлді Гүлсезім. Қашпайтындай сұра, аямау керек оларды. Титтай болып алып пәлесін қарап келерін үйретеді деп күлді Жадыра. Мен сендер сияқты болмаймын, аздақ пысық болу керек деп қояды көздерін қылмыңдата. Мысалы мынау не, жасыңа сай алтын тақпайсың ба? Не болыпты, әдемі ғой. Қойшы, подростық сияқты кішкентай сырға тағып алыпсың. Мен тақпас едім. Білмеймін, өзіме ұнайды деп Жадыра сырғасын ұстап ойланып қалды. Сендер сияқты жұмыс істесем, жігітім болса бұлай жүрмес едім. Шашыңды қарашы деп Жадыраның шашын да меңзеп қояды. Қашан болса желкеңе түйіп қоясың. Ұзын шашқа неше түрлі прическа жасауға болады ғой деп қарап отыр. Өзіме ыңғайлы, жұмысыма кедергі жасамайды. Ал мынау не деп үстіндегі киімін түр. 2 жыл болды ғой үстіңнен тастамай киіп жүргеніңе, тастасаңшы деді. Қайдам әлі тоза қоймаған соң өзіме ыңғайлы тағы адам деген киімді өзгертіп тұру керек. Қай заманда өмір сүріп жатырсыңдар? Бір киген киімді 10 жыл кимей жұмыс істейсің деп қарады. Сен бізді бір күреп ақша тауып жүргенде көрдің ғой деп Гүлсезім сөзге араласты. Мен жұмыс істемеймін. Қайтесің? Күйеуге шығамын. Сол мені асырайды деді мұрнын шүйіріп. Өмірі олай ойлап көрмеген Жадыра не дерін білмей аузы ашылып отырып қалды. Күйеуге шығып бала туып отырғанның несі жақсы? Мен бала туады деп кім айтты? Алдымен өзіміз үшін өмір сүреміз. Тусам біреуін ғана туамын, жетеді. Сен алдымен шығып алшы. Ол күнде алыс емес. Мендер сендер сияқты жүрмеймін. Сендерден бұрын кетемін. Көресіңдер ғой дегенде екі қыз бір-біріне қарап күлді. Келесі күні жұмыста отырған қасына Гүлсезім келіп, Жадыра, Елдос кетейін деп жатыр екен ғой деді. Қайда? Саған айтпаған ба? Жоқ, сенен естіп тұрмын. Қызық, ол кетемін деп осыдан 1 ай бұрын арыз жазыпты. Орнына адам табылған кезде бірақ шығасын деп жібермеген екен. Енді соның ыңғайы келіп тұр екен. Кеше келген адам соның орнына алынған екен дегенде Жадыра таң қалғанын жасыра алмады. Үзілісе Елдосқа жетіп барды. Маған қашан айтатын ойың бар еді? Кететініңді неге біреуден естимін? Кешір жаным, мен сені алдын ала ренжіткім келмеді. Сонда қайда кеткелі жатырсың? Дайын тұрған жұмысың бар ма? Иә, мен Астанаға кетемін. Қайда? Менші дегенде ештеңе болмағандай. Жадыра, мен жұмысты ауыстырамын, Астанада тұратын боламын деді. Оны түсіндім ғой, маған тіпті айтпағаныңа таңым бар. Кешке сөйлесейік деп жылы жауап қоя салды. Кешке бірақ Елдос хабарласпады, не өзі келмеді. Гүлсезім құрбысының қобалжып отырғанын байқап, келіп қалар, уайымдама. Саған айтпаса бір себебі бар шығар. Неге сонша қобалжып отырсың? Білмеймін, жүргенімізге 2 жыл болып қалды, үйленейік деп айтпады. Уақыт болса өтіп жатыр, не ойлағаны бар? Кететінін де айтпады. Құдды бір мен бөтен адам сияқтымын. Мені тастап кетсе қайтемін? Қайдағы жоқты айтпашы, екеуіңнің біздің ұжымдағы ең әдемі жұпсыңдар. Сені ол тастап кетуі мүмкін емес. Әрбірден соң ол өзі емес пе, саған ғашық. Дегенге аздап болса да көңілі тынышталғандай болды. Ертеңінде Әйгерім екеуінің төбесінен жай түсіріп жаңалығын айтты. Мен Астанаға кететін болдым деп киімдерін жинай бастады. Беретің бар ма? Қасыңды қашан қайтып келесің? Сен түсінбедің, мен 1 жылда кетіп барамын. Қалай оқуыңды қайтесің? Оқуды қойшы, оқымаймын. Есің дұрыс па? Қазір мамама хабарлаймын. Айта бер, мамам біледі. Айттың ба? Айттым. Келісті ме? Жоқ, келісімін бермеді. Мирақ бәрібір көнеді ғой. Қайда барады десің? Астанада сені біреу күтіп тұр ма? Мен жалғыз барады деп кім айтты дегенде екеуі бірде Әйгерімге таңғала қарады. Кіммен барасың? Елдоспен бірге барамын. Арада біраз үнсіздіктен соң Жадыра түсінбей қайта сұрады. Кіммен? Елдоспен дедім. Иә, сенің Елдосың деді. Жадыра аузы ашылып, тұрған жерінде тұрып қалды. Сен не деп тұрсың, Әйгерім, есің дұрыс па? Иә, есім дұрыс. Елдосты сүйемін. Біз Астанаға кетеміз деп бірге шештік. Қашаннан бері? 1 жыл болып қалды. Жадыра, кешірші мені. Мен соқыр болыппын, кешірші. Оңбаған, сен қалайша біле тұра біреудің жігітіне жабысасың? Бай емес қой, біз бір-бірімізді ұнатып қалдық.
Мен саған қазір көрсетемін деп Гүлсезім сіңілісіне ұмытыла беріп еді, ол артқа шегініп, маған қол көтеруші болма, аяғым ауыр деді. Жадыра орнынан сүйретіле тұрып есікке қарай жүрді. Жадыра, кешірші мені, мен білмедім, шын айтамын, кешірші дегеніне қарамай үйден шығып басы ауған жаққа жүре берді. Келесі күн ол да жұмыстан шығып кетті. Пәтеріне келсе Гүлсезім жоқ екен. Ұялды ма, қарайтын бет болмады ма, Гүлсезім де жаттарын жинап кетіп қалған екен. Жақсы мамаң жерде жатсын ба, көп ұзамай басқа жерден жұмыс тауып алады. Елдостың жасаған опасыздығын көпке дейін ұмыта алмай жүрді. Жүрегі ауырып енді ешкімге сенбестей болды. Тіпті жүрегі қатайып, өмірден өзінің сәтсіздігі үшін кек алғысы келеді. Артынан кешірім сұрап, қайта татуласқысы келген Гүлсезімді де аямай бірнеше рет қуып шығады. Ұзақ уақытқа дейін өкпеттеніп тырысып жүргенімен бір күні шыдамай өкіріп жылап та алады. Ащы суға әуес болған адам өзі сияқтыларды өзіне тартатыны бар. Ендігі күнде қасындағы жүрген құрбыларымен жүрген жерлерінде көңілді жүретін болды. Жұмысы жақсы, жалақысы да жаман емес. Кредитке машина сатып алды. Сатып алған правасы да бар. Ұрттайтыны бар, бір күні көлік апатына түсіп ауруханадан бірақ шығады. Есін жиғанда палатада жатыр екен. Дәрігердің айтуынша, екі қабырғасы, аяғы сынған, біраз жататынын айтып шығып кетеді. Бар денесі ауырып қалған екен, қозғалуға шама жоқ, тек көздерімен палатаны шолып өтеді. Өзінен басқа тағы екі адам жатыр екен. Кешке қарай жылап сықтап анасы мен сіңілісі келеді. Олардың келгені біраз жеңілдік әкеледі. Қасында отырып суы тамағын беріп, шашын тарап, біраз жеңілдеп қалады. Келесі күндері қасындағы көршілерімен таныса бастайды. Терезенің қасында жатқан апа үнемі көңілсіз күрсініп қойып терезеге қарап жатады. Біреуді күткендей. Бірақ күн ұзақ артынан ешкім іздеп келмеді. Қатарында жатқан келіншек ауылдан келгені көрініп тұр. Оған келіп жатқан туыстары да көп. Кішкентай қызы мен ұлы да мамалап келіп кетті. Кетерде кішкентайы жылап есті шығарды. Оған қарап келіншек те жылап қалды. Тек үшінші күн дегенде апаның ұлы келеді. Сонша күткенді қуанудың орнына кірпідей жиырылып қалады. Мама, қалыңыз қалай? Жақсымын. Ертелі келе алмадым, ренжімеші. Жұмыстан сұранып жіберген осы. Жарайды, келдің ғой. Неге жалғыз келдің? Балаларың қайда? Олар сабақта. Келгісі келмеді десеңші. Дәрігермен сөйлестім. Өзіңе не керек? Әкеліп берейін. Әуре болма балам. Бұл жердің тамағы жаман емес екен. Аш емеспін. Екеуі жартып әңгіме айтпады. Біраз отырған соң баласы кетіп қалды. Көңілі орнына түсті ме? Ішіндегі шерін тартқатқысы келді ме? Біраздан соң апа әңгімесін бастады. Құдайдан сұрап алған жалғыз ұлым. Шалым екеуміз қосылғанда бірден балалы бола алмадым. Мен шалымның екінші әйелімін. Бірінші әйелі ауырып жазыла алмаған соң өзінің мәңгілік мекеніне кеткен. Артында екі қыз, бір ұлымен қалған күйеуім бір жылдан соң маған үйленді. Мен де тұрмысқа шықпай 30 жасымда тапқан байым. Оның өзінде жеңгелерім тапқан. 3 баланың тілін бірден таба алмадым. Мен қатал болдым ба, олар мені жақтырмады ма, анасындай қабылдамады. 5 жыл жүріп әрең дегенде осы баламды көтеріп едім. Өзімнің балам болған соң барымды аямай өсірген едім. Күйеуімнің балалары үлкен болған соң бұдан ерте өсіп, қыздары тұрмысқа шығып, ұлы үйленіп бөлек кетті. Біз осы баланың қолында қалдық. Жасы келгенде бұл да үйленді. Пәленің барлығы сол кезде басталды деп көзінің жасын бір сүртіп алды. Өздері бөлек тұрса да әкелерінің үйіне таласып пәле болды. Бұл да менің балам. Сендердің бауырларың десе де болмай түртпектей берді. Сөйтсем бала кезден жақтырмай өскен екен ғой. Әкелерінің көзінің тірісінде сотқа беріп соттасып, бұндай қорлыққа шыдамады ма? Шалым жүрегі қысылып бізді тастап кетті. Құжаттарды толық рәсімдеп болмаған балам шындан әйелі мен балаларын алып мені тастап кетіп қалды. Қайтейін, артынан мен де кеттім үйді тастап. Пәтер жалдап тұрып жатқаныма 10 жыл болды. Қолыма кел, мама деп балам айтпады. Келінім безеріп, немелерім жат болып өсіп жатыр. Ух деп терең күрсінді. Бұлай балаңыз жаман емес сияқты, жаман емес ынжық, қатынның айдауынан шыға алмайды. Барлығын менен көреді. Қазір ипотекаға үй аламыз деп жүгіріп жүр. Үй алғанда қолыма алам деп те айтпайды. Тек көз жасына ерік бергенде Жадыра бірге жылап алды. Сол түні апа түнімен оқылып күрсініп шықты. Ертеңгі обходта дәрігер апаны тексеріп тұрып, басын шайқады. Медбикеге, апаны ота бөлмесіне апарыңдар деді. Апа сол кеткеннен қайтып келмеді. Келесі ертеңінде қасында жатқан келіншек, апаның баласын көрдім, дәрігерлерден шығып келе жатыр екен деді. Апа қалай екен? Апа қайтыс болыпты деді көздері бақырайып. Іркіліп тұрған жастары төмен сырғып аға бастады. Аз күн болса да қастарында жатқан апаға жандары ашып екеуі біразға дейін үнсіз жатты.
Кек түстен кейін қастарына жаңадан бір жас орыстың әйелі қосылды. Орыс дегендері украинка болып шықты. Қазақ тілінде сайрап тұр. Жіңішке келген орташа бойлы әйел ота жасатқанына 3-ші күн екен. Дәрігерге айтып жатып, палатасын ауыстырып алыпты. Ана палатада жату мүмкін болмай кетті. Қасымдағы әйел қорылдағанда түнімен ұйықтай алмайсың. 2 кісілік орын ғой. Енді оның қасына келген адамға жаным ашиды деп бір күліп алды. Бұл күндері Жадыра да орнынан тұрып, ары-бері жүре бастаған. Аяғындағы гипсі болмаса, жүріп кетер ме еді. 2 қабырғасының сынғаны көп жатқызбады. Терең демалса ауырып, мазасын алады. Күн ұзақ жатқаннан да жазылға бастаған сияқты. Қастарына келген Света көңілді, әңгімешіл болып шықты. Қазақ тілін қайдан білесің? Ауылда өстік қой. Көршілердің барлығы қазақ. Мама мені кейде таппай қалатын. Көршілердің үйіне қона салатынмын бала кезімде. Байым өзімнің кластасым деп мәз. Бір кезде қастарында жатқан келіншек орнынан атып тұрды. Телефонын шұқып отырған 2 қолын жоғары көтеріп, селкілдете, не ура, ура деп шыңғырып жіберді. Не болып қалды деп өзіне таңдана қараған көршілеріне, күйеуім сотта жеңіп шықты, біз үйімізді қайтарып алдық деді. Құтты болсын, кіммен соттасып жүрсіңдер? Қазір сөйлесіп алайын деп отырған орнында 1 сағат, жарты сағаттың ішінде 10 шақты адаммен сөйлесіп шықты. Барлығы құттықтап жатқан сияқты, арасында күледі, біресе жылайды. Күйеуі де қоңырау шалып болған жағдайды айтып жатыр. Аяқ астынан келген бақытқа бөленген келіншекке қарап, Жадыра да риза болып қарап отыр. Демін баса алмай қалқынып, қолын кеудесіне қойып алған. Бір алаяқтарға тап болдық. Бала-шағамен пәтер жалдап тұрғанымызға 8 жыл болды. Күйеуім де қоймады. Ақырып жеңіп шықтық деді. Жақсы болған екен. Қалай алданып жүрсіңдер? Кайнының үйленетін болып біз бөлек шықтық. Ол кезде үлкен ұлым ғана бар. Үйленгенімізге әлі 3 жыл болмаған. Ата-енем біраз малын сатып, күйеуімнің жинаған біраз ақшасы бар қаланың шетінен 2-3 бөлмелі шағын времянка салып алдық. Аздап ақшам жетпей бір жарты жылда берейік дегенде үйдің иесі келесе қалды. Ол жарты жыл өте шықты. Ақмақпыз ғой, бар ақшамызды беріп тұрып қолхат жазып алмаппыз. Неге сонша топас болған? Үлкендер де айтпаған. Жарты жыл өткен соң үйдің иесі келіп, ақшасын сұрағанда беретін ақшамыз жоқ. Тағы біраз күтуін сұрадық. Жалынып жалбарынып істемегеніміз жоқ. Үйдің құжаттарын да бермеген ғой. Біз үйден қуып шықты. Заттарымызды далаға лақтырып, күйеуімді ұрып, күн көрсетпеді. Енді алған ақшаны қайтар десе қайтармады. Шамаң жетсе ал, беретін ақшам жоқ, бергеніңді дәлелде деді. Дәлелдеймін, ақша емес мұнай үйде қайтарып аламын деп күйеуім өзіне сөз берді. Содан алғаш жылдар есімізді жиғанша ештеңе істей алмады. Есін жиған соң міне соттасып жүріп, жеңіп шығыпты деді. Мықты екен, не істеді? Ой, айтпа, сен сұрамай-ақ қой, мен айтпай-ақ қояйын. Талай айттым түңіліп кеткен кезімде. Осымен қоя салшы, 2 есе ақшаң шықты ғой, шаршамадың ба деп. Мен адам қорлық көрмей үйден қуып шығып, қорлаған үшін жауап береді. Сол десемді жібермеймін деп жүріп жеңіп шықты. Қайта сол жерде көршілермен жақсы араласушы едік. Куәгерлер де табыла кетті деді. Кешке жеңімпаз күйеуі балалармен келіп, біраз палатаны шулатып, әңгімесін айтып өздерінше мәре-сәре болды. Келесі күні таң атпастан палатаға кірген медбике, тұрамыз, таңғы асқа дайындалыңдар. Света, саған не болған? Түрің жаман ғой. Дәрігерді шақырасың ба? Болмай жатырмын. Қазір деп шығып кетеді. Кезекші дәрігер келіп Светаны қарай бастайды. Кеше ғана жақсы едің ғой, не болып қалды? Білмеймін, әлсіреп барамын. Анализдерін алыңдар деп медбикеге тапсырма берді. Таңғы асқа тұруға шамасы болмаған Светаны түске таман алып кетеді. Бөлмеде екеуі ғана қалып, қорқып қалғандары тағы бар. Үнсіз отыр. Біраз уақыт өткен соң Жадыра, мына жерден тездетіп шықпасам, жүрек ауруына шалдығатын шығармын деді. Айтпа, аман болсыншы деді келіншек. Тек кешке ғана бөлмеге кірген медбикеден, Светаға не болды екен, аман ба дейді. Оған қайтадан ота жасалды. Қазір жан сақтау бөлмесінде жатыр. Таңға жуға келетін шығар дегенде екеуі бірдей деді. Таңғы сағат 5-терде Светаны әкеліп жатқызады. Амансың ба, қалайсың? Көретін жарығым бар екен. Рахмет, қатты қорқып кеттік. Аман болсыншы деді. Болшы деді Жадыра. Ауруханадан шығатын күні сіңілісі балым келеді. Құжаттарын дайын, шыға берсең болады. Үйге ауылға барамыз ба деді. Мамам сені күтіп отыр. Ақыр жұмысқа қазір шықпайсың, ауылға барып біраз жатып келсеңші деді әпкесіне. Кейін барам деп көнбеді. Сол бір көлік апатынан кейін рөлге отырмайтын болды. Күнде таксилетіп жұмысына барып жүрген күндердің бірінде Қайыржанды кездестіреді. Қолын көтеріп тоқтаған көлікке отыра қалатын. Байқап қараса күнде бір машинаға отырып жүрген екен, бірақ жүргізушісі үндемеді. Жасы 40-тан асқан ер адам айнадан өзінен көз алмай қарап келе жатқанын байқады. Келесі күні де сол машина алдына келіп тоқтай қалды.
Сіз мені аңдып жүрсіз бе? Отырмаймын, жүре беріңіз дегенде жүргізуші ыңғайсызданып қалды. Кешіріңіз, аңдып жүрген жоқпын. Күнде өтетін жолым болған соң деп кібіртіктеп қалды. Жадыра отырып жатып, қайдан білейін, үндемейсіз, қорқынышты екен. Қорықпаңыз, қаласаңыз қайтарда да алып кетейін. Таксистсіз бе? Жоқ. Ары-бері босқа жүрмейін дегенім ғой, деп жауап берді. Енді өзінің жеке таксиінде күнде жұмысқа барып бірге қайтатын таксист өзін Қайыржан деп таныстырды. Жүре-жүре екеуі сізден сенге көшті. Наурыз мейрамында тіпті сыйлығын да жасады. Енді Жадыра күнде оны өзі күтіп тұратын болды. Келмесе қайдасың деп шақырып алатын. Ертең ауылға қайтамын. Көп жүресің ба? Жұмыстарым бітсе қайтамын. Сіңілім тұрмысқа шығып жатыр. Қолдан ұзатамын деп мамам дайындалып жүр. Той біте сала келемін ғой. Байқа, сен де бірге кетіп қалып жүрме. Мені кім алады дейсің сен алмасаң? Әйеліңе қашан айтасың? Осылай жүре береміз бе? Шыдашы, жаным аз қалды. Өзің де шаршап кеттім өтірік айтып. Мені қайтайын. Олай істеме. Мүмкін сен әйеліңді қимай жүрген шығарсың. Мен саған жай уақыт өткізу үшін ойыншықпын ба деп ашуланды. Олай емес, шыдашы. Барлығы өз уақытымен. Білмеймін, менің уақытым өтіп барады деп жынданды. Ауылға келгенде елдің барлығы тойдың қамымен жүгіріп жүреді. Жай отырған ешкім жоқ. Жадырада көптен бері көрмеген туыстарды көріп мәз. Ағайынның басы осындай. Тойда ғана жиналатын заманда бұл ерекше құбылыс. Алыстан келген туысқандар Жадыраның мойнында. Оларды жайғастырып көңілдерін аулап, дастархан әзірлеп жүр. Барлық елдің ішінде жүрген анасын көріп, мама, шапқылап жүре бермей, арасында отырып демалсаңыз, аяқтарыңыз ісіп кетіпті ғой деді. Қызым, мына той бітпей маған қайдағы демалыс? Әлі келіндерің бар, мен бар жүрміз ғой. Өзіңіз мазасыз болғаныңыз аздай, папамды да шаршатып жібердіңіз ғой. Ой, ол шаршап жүрген жоқ, өтірік. Әне түрін көрдің бе, көздері қызарып шыға келді. Қайта арасында ескертіп айтып қоймаған, қарағанда сені жақсы тыңдайды. Тыныш жүрсін, елдің барлығына құя бермей. Той басталмай жатып мынаның барлығы мас болатын болды деді, ошақ басында жүрген ерлерді көрсетіп. Бір кезде қызының маңдайынан сүйіп, алдымен осы той саған арналып жасалу керек еді ғой, сіңіліңе жол беріп қойып жүрсің деді. Мама, ондай әңгімеңізді қайтадан бастамаңызшы. Қайтейін енді, әр нәрсенің өз ретімен болғаны дұрыс қой. Мама, мені уайымдай бермеңіз, жақсылықтың ертелі кеші жоқ. Мен де бір күні осылай кетемін. Аумин, айтқаның келсін. Ұзақ жүре берме, қимылда енді деп өзі ошақ басына қарай жүк кетіп бара жатқан күйеуіне жүгірді. Айдар, ана қойныңдағы не? Әкел бері деп еді. Айдар артына қарамай зытты. Екеуіне қызықтап қарап тұрған Жадыра тірлігі есіне түсіп болды, қимылдай бастады. Кеш батқанда телефонын ақтарса, смс-тар жиналып қалыпты. Арасында бір белгісіз номерге көзі түсті. Ашып қалса, суретте сытырлатып шыға бастады. Бірінші суретте жасы бір 8-9 шамасында қыз баланың сурет екен. Түк түсінбеген Жадыра бұл кім дегенде анықтап қарайды. Байқаса, кішкентай қыздың суреті бір түрлі ерекше. Оның екі қолы жіп-жіңішке, екі аяғы да түзу емес айқасып кеткен, төсекке сүйкеніп тұрған қалпында екен. Екінші суретте ол сол қыз мүгедектер арбасында отыр. Өзі көңілді, екі көзі жайнап, мен бақыттымын дегендей. Үшінші суретте қыздың қасында анасы бар. Қызын қапсыра құшақтап алған. Бар аналық мейірімімен қызын аялап сүйіп отыр. Үшінші суретті ашқаны сол еді. Енді сол қыздың қасында анасы мен әкесі де бар екен. Жадыраның жүрегі дір ете қалды. Суреттегі ерке Қайыржан еді. Бұл суретті қыз әкесіне жабысып алған. Дірілдеген саусақтарымен келесі суретті ашқанда сол қыздың туған күні болса керек. Алдында торты бар, шырақтары жағылған, әкесі, анасы, тағы қасында екі ұлдары бар бақытты отбасының суреті шықты. Жадыраның қаны басына шығып, ары қарай қалған суреттерді ашқысы келмеді. Қайыржан оған мүгедек қызы бар екенін айтпаған еді. Бұл суреттерді жіберіп жатқан кім өзі? Бұның нөмірін қайдан тапқан? Жүрегі дүрсіліп телефонын өшіре салды. Ары қарай есінде ештеңе жоқ. Ештеңе ойламауға тырысты. Келесі күн той өтті. Сіңілісі ұзатылып, құдалар күтіліп, шулаған тойлаған елдің ішінде жүрген Жадыра күліп жүрсе де, іші өртеніп алай-дүлей болып жүрді. Арасында бір шыдамай телефонын қосқанда, келесі суреттерді де көрген. Келесі сурет жүрегіне қатты батты. Аурухананың төсегінде жатқан Қайыржанның әйелі, қызы мүгедектер арбасында бас жағында отыр. Жүзіндегі күлкі, бақыттың бірде-бір ізі қалмаған. Анасына үрейлене қарап отыр. Үнсіз суреттер, басқа ешқандай жазуы жоқ. Кім түсірді, кім жіберді? Той бітіп барлығы тарқаған күні Жадыра жатып қалды. Қызының көңілсіз жүргенін байқаған анасы: "Қызым, саған бірдеңе болып жүр, ауырып қалмадың ба?" дейді. "Мама, мен бақытсызбын.
Бағым ашылмаған сорлымын деді. Шошып кеткен шешесі. Қой олай деме, не болып қалды тағы деп қызын айналып толғанады. Жұмыстан сұранып кеткен күндерде бітсе де Жадыра жұмысқа бармай бір ай ауылда жатып алады. Қайдасың? Қашан қайтасың деп жазған Қайыржанның SMS-іне өзіне белгісіз номердан келген суреттердің барлығын жібереді. Бірде-бір сөз жазбайды. Аздаған үнсіздіктен соң Қайыржан қоңырау соғады. Жадыра алмайды. Қайыржан қайта-қайта соға берген соң номерін бұғаттап тастайды. Бір ай өтіп қашанға жатсын жұмысына оралады. Жадыраның келетінін аңдып жүрген Қайыржан сол күні ақ жетіп келеді. Жадыра, кешірші мені, саған басында барлығын айтуым керек еді. Әйеліңнің жағдайы қалай? Жаман емес, жақсы. Мен еді саған ажырас деп айтпаймын, маған жолама. Жадыра, суреттерді саған кім жібергенін білмеймін, бірақ барлығы сен ойлағандай жаман емес. Сенің қызың бар екен, сен оны тастап кете алмайсың. Соның өзі маған жеткілікті. Жадыра, мен әйелімен тұра алмаймын дей берген еді. Қанша жерден ақталсаң да енді маған жолама деді. Сонымен Қайыржанның оқиғасына нүкте қойылды. Барлығының көңілі қалып, еркек атаулыға жоламай жұмыс деп жастық шағы өтеді. Ендігі жүретін жолы үй мен жұмыс ортасы ғана болғандықтан ештеңкеге қызықпайды. Бар ақшасын жинап өзіне 2 бөлмелі пәтер, астына қайтадан көлік сатып алады. Кәрі қыз отырып қалды деген сөздерге құлағы үйреніп, тіпті мән бермейтін де болған. Арасында құлазып, жалғызсырайтыны болмаса мына өмірде дәл осылай қабылдағаны қашан? Енді міне балымның көрсетіп тұрғаны мынау. Алғашқы махаббаты. Өзін алдап кеткен сатқын Фейсбуктағы парағын ақтарып отырып өмірін зерттеп шықты. Бір байқағаны Елдосқа деген сезімі бір селт етпеді. Бұл өткен шаққа қайтып оралғысы келмегендей парағын жауып қоя салды. Жұмыстағы құрбыларымен бірігіп жазғы демалыста Анталияға демалуды ұйғарады. Оған алдын ала дайындалып, үшеуі жақсы демалыс өткізеді. Қайтар жолда екі құрбысы Стамбулдағы туыстарына барамыз деп қалып қалады. Елге жалғыз қайтқан Жадыра әуежайға бір өзі келеді. Ұшақтың ұшуына әлі 2 сағат бар. Ерте келіп алғанына өкінді. Енді не істесін? Айналадағы адамдарға қарап, суын ішіп, телефонын шұқып отырады. Қасына келген шамасы 5 жастардағы ол баланы байқамай қалады. Мұрны пыс-пыс етіп, Жадыраның телефонын үңіліп бірге қарап тұр екен. Балақай, маман қайда дегенге иегін көтеріп, әне дегендей көрсетті. Шашады ма екен? Басы салбырап отырған, ұйықтап отырған келіншекті көрді. Мультфильм көресің бе деді. Басын изеді. Осы балалар қандай мультфильм көреді екен дегенде ойланып отырып қалды. Өзінің балалары туралы түк білмейтінін түсінді. Экранға шыққан мультфильмдерді төмен қарай сырып таңдай бастағаны сол еді. Бала өзі біреуін басып алған. Оның таңдағаны түсініксіз, бұрын соңды көрмеген бірдеңке болып шықты. Кел отырқа деп қасына отырғызып алды. Атың кім? Жанболат. Жанболат, мен Жадырамын. Мамаң екеуің ғана ма дегенге басын изеді. Көріп отырған мультфильмі өзіне қызық болып тұр. Арасында күліп қояды. Осы кезде ұйқыдан көзін ашқан келіншек шошып кеткен болса керек. Жан-жағына қарап баласын іздей бастады. Баласын көргенде күліп жіберді. Кешіріңіз, ұйықтап кетіппін ғой, мазаңыз алмады ма деді. Жоқ, отыра берсін. Жанболат, кел, саған планшетімді қосып беремін деді. Бала қарғып түсіп анасына барды. Алматыға ұшақ күтіп отырсыз ба? Иә, біз де Алматыға төркіндетіп барамын. Үйге бармағаныма 3 жыл болыпты. Күйеуің түрік пе? Жоқ, қазақ, осы жерде оқып жұмыс істеп қалып қалған. Қай жердің қызысыңдар? Қазағысыңдар, екеуміз Алматыданбыз, бірге ұшатын болдық, әңгіме айтып деп күлді. Танысып отырайық, мен Алуамын. Жадыра, мына балақаймен танысып алдық деп өзінше планшетке шұқиып отырған баланы көрсетіп. Алматыға жеткенше екеуі әңгімелесіп келеді. Алуа мінезі ашық, адамды өзіне бірден баурап алатын жан болып шықты. Аэропортқа келгенде Жадыра, телефон номерімді жазып ал, хабарласып тұрайық деп, міне ағам да бізді күтіп тұр деп қолын соза бұлғады. Алдарынан шыққан ер адам Жанболатты көтеріп алып Алуамен құшақтасып көрісіп жатыр. Амандасып болған соң кетіп бара жатқан Жадыраны айқайлап тоқтатып алды. Жадыра, біз апарып тастаймыз, асықпасаңшы. Рахмет, такси ұстай саламын. Жоқ, біз апарамыз ғой деп ағасына қарады. Екеуіңді таныстырайын деп Жадыраны өзіне қарай тартты. Алтай, деді ол. Жадыра, ал енді жүрсек болады деп Алуа екеуін сүйрей жөнелді. Менің ағам сұр бойдақ, білмеймін осы уақытқа дейін неге жүргенін деп еді. Ағасы қыза